Ертеде ешкі жүні бөртеде. Бір бай болыпты, ол бір перзентке зар болыпты. Зарға жүріп перзентті болыпты. Бай бір күні жылқысын суара көлге келсе, көлдің ішінде бір қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың айдап келген жылқылары көлдегі жүзіп жүрген өкпеден үркіп, суға жуымайды. Әлгі жерде бай жылқыларын қанша айдаса да суға шаба алмайды. Сол кезде бай тұрып судағы жүзіп жүрген өкпені құрықпен түртіп көреді. Өкпе суға батып кетіп, әлден уақыттан соң жалмауыз кемпір болып судан шығады да, байдың жағасын ала кетеді. Бай көзі алақандай болып қорқып кетеді. Бай жалмауыз кемпірге: "Ат басындай алтын берейін, қоя бер" дейді. Жалмауыз кемпір жібермейді. "Осы жылқыларымның бәрін берейін, қоя бер" дейді. Кемпір көнбейді. Кемпірден сасып: "Енді не берейін" дейді бай. Кемпір: "Жалғыз балаңды бер, жіберейін" дейді. Бай жалғыз баласын бермек болады, кемпір байды қоя береді. Кемпір байға: "Балаңды қай жерде бересің" дейді. Сонда бай: "Ертең көшемін, сонда баламның алтын сақасын жұртқа тастап кетейін, сен жұртта сол сақаның жанында отырасың" дейді. Сонымен бай жалмауыз кемпірге уәдесін беріп, жылқыларын айдап кетіп қалады. Ертеңінде көшеді. Жалғыз баласының алтын сақасын ұмыттырып жұртқа тастап кетеді. Ауыл жаңа қонысқа көшіп барады. Асық ойнайын десе, сақасы жоқ. Бала алтын сақасын жоқтап жылайды. Сонда әкесі: "Кеше көшіп кеткен жұртта қалыпты, барып алып келе ғой" дейді. Бала бармақшы болады әкесінен. "Әке, қандай тайға мініп барайын" дейді. "Жылқышыдан сұрап мін" дейді бай. Жылқышы балаға: "Құрығыңды құлдыратып, жүгеніңді сылдыратып жылқыға бар. Қай тай бетіңе қараса, соны мін" дейді. Бала құрығын құлдыратып, жүгенін сылдыратып жылқыға келсе, шеттегі бір қотыртай балаға қарай қалады. Бала сол қотыртайды ұстайды да жүген дейді. Жүген дегенде тайдың қотыры жазылады. Үстіне тоқым салғанда құнан болады. Үстіне ер салғанда дөнен болады. Айлын тартқанда 5 тат болады. Бала үстіне қарғып мінгенде тұлпар болып, көзді ашып жұмғанша жұртқа жетіп келеді. Жұртқа келсе, алтын сақасы ошақ басындағы тезек түбінде жатыр екен. Сақа жанында бір кемпір отыр екен. Бала кемпірге: "Шеше, анау жатқан сақамды алып берші" дейді. Сонда кемпір: "Шырағым, өзің түсіп ал, кәріліктен отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын" дейді. Сонда бала: "Мен жастықтан түссем мін алмаймын, мінсем түс алмаймын" дейді. Сонда баланың тайы сақаның жанына жата қалады. Бала үзеңгіден аяғын суырмай, сақаны іліп алады. Тай тұра қашады. Жалмауыз кемпір тұра қуады. Бала қашып келеді. Әрі-бері қуып жете алмайтын болған соң, кемпір бір тісін жұлып алып атып жібергенде, тайдың бір аяғын жұлып түсіреді. Тай 3 аяғымен қашып жеткізбейді. Кемпір тағы бір тісін жұлып лақтырғанда, тайдың тағы бір аяғы жұлынып түседі. Тай 2 аяғымен шауып бара жатып, жолында бір бәйтерекке кезі болады. Тай әлсірейін дейді. Терек жанына бара бергенде, бала тайынан секіріп түсіп, бәйтеректің басына шығып кетеді. Жалмауыз кемпір бәйтеректің түбінен кешке дейін қазады. Бір кезде бір қызыл түлкі келеді де кемпірге: "Шеше, шаршаған шығарсың, мен қаза тұрайын, сен ұйықтап демал" дейді. Кемпір жатады. Түлкі түсті суға атады да, қазған шұңқырды қайта бітеп өзі кетіп қалады. Кемпір тұра келсе, тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Кемпір тағы бір тісін суырып алып, кетпен қылып бәйтеректі қаза береді. Бір уақытта тағы бір түлкі келіп: "Шеше, кетпеніңді маған бере тұр, сен шаршаған шығарсың, мен қазайын" дейді. Сонда жалмауыз кемпір: "Сен кетпенімді алып қашып кетесің" дейді. Сонда түлкі: "Ол қырдың қызыл түлкісі, мен сайдың ақ түлкісімін. Баяғыда бұл баланың әкесі аң аулап жүргенде мені қуып соға жаздаған болатын. Сондықтан бұл балада менің кегім бар" дейді. Жалмауыз кемпір түлкінің сөзіне сеніп, тағы да кетпенді түлкіге беріп, өзі ұйықтап кетеді. Түлкі тағы да кетпені суға лақтырып жібереді де, шұқырды бітеп өзі қашып кетеді. Кемпір тұрса, тағы да кетпені де жоқ, түлкі де жоқ. Алда ойбай алдаған екен ғой деп, тағы бір тісін суырып кетпен қылып бәйтеректің түбін қаза береді. Сонда кемпір аузын ашса, бірақ тісі қалыпты. Кемпір бәйтеректің түбін қаза-қаза құлатуға жақындайды.
Бір заманда баланың төбесінен бір топ қарғы өтеді. Бала қарғаға: «Ау, қарғалар, қарғалар, қанатымен жорғалар, жайлаудағы бес төбетіме хабар айта кет, мені жалмауыз кемпірден арашалап алсын» дейді. Сонда қарғалар «Қарқ, қарқ» деп ұшып кетеді. Бір мезгілде үйректер төбеден ұшып өтеді. Бала оларға да айтады. Олар дүндемей ұша береді. Бір мезгілде бір қарлығаш бәйтеректің төбесінен әрі-бері ұшып жүреді де баланың төбесіне келіп қонады. Бала қарлығашқа жылап тұрып, бұған да тапсырады. Бұрын бала қыстауындағы ұя салған қарлығаштың балапандарына тимей, бұларды жақсылап өсіріп, ұшырып жіберген екен. Сондықтан да бала қарлығашпен дос екен. Сонымен қарлығаш баланы төбеттері тапсырғанын айтып барады. Осындай пәлен жердегі бәйтеректің басында бала тұр. Бәйтеректің түбін жалмауыз кемпір қазып, жақындатқан, енді құлатуға таяп тұр дейді. Қарлығаш баланың төбеттеріне. Мұны естіген соң төбеттер шапқаннан шауып отырып бәйтерекке келеді. Сол кезде бәйтерек те жерге құлайды. Баланың төбеттері жалмауыз кемпірдің қолын қол, бұтын бұт қылып, жүн-жүн шығарып талап тастайды. Бала төбеттеріне кезек-кезек мініп еліне аман сау жетеді. Баланың жалмауыздан аман сау құтылып келгеніне әке-шешесі қатты қуанып, ел жұртын жиып, үлкен той қылады.